Илгерінің қазағы мақтамен бауыздап ішеді, қазіргінің қазағы мақтаумен бауыздайды. Грин флагтар ішетін қымыз, ред флагтар ішетін қымыз, милфалар ішетін қымыз деген. Өзім білем, саған бәрібір емес пе деген секілді дөрекі қазір бір көкбет тенденциясы қалыптасып келе жатыр дейді. Қазақтың санасында тапқан табысты, ішкен жегенді айтып отыр, бұл танымға томпақ келеді. Сөзің төркінін түсінбейтін ұрпақ өсіп келе жатыр деген қаупіңіз жоқ па? Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің қонағымыз филолог, аға оқытушы Арын Құнанбайұлы. Арын, студиямызға қош келіпсіз. Біздің қазақ сөзден жеңілмеген, бүгінде филолог көп, тіл маманы да көп. Дегенмен де бәрі бірдей сөздің қадірін арттырып, оның астарын түсіндіріп, жетесіне жеткізіп айта алмай жүр десек болады. Сіздің феноменіңіз неде? Феномен деген сөз тыңнан түрен салу деген сөз, қазақша айтатын болсақ. Тың деген енді жерге қатысты айтылатын сөз ғой, тыңайған жер деп, тың жер деп. Түрен деген не десеңіз, ол соқаның жүзі, соқаның тісі деп айтамыз. Яғни қатып жатқан тың жерді соқамен бүйтіп жүретін болсаңыз, ол жол салғаныңыз болып есептеледі. Дәл менің жасымда, дәл менің мына өзімнің қазір осы отырған отырысымда мен өзімді феномен деген сөзге тіркестіріп айта алмаймын. Біздікі сол баяғы барының бабын келтіру, жоғының орнын толтыру деген секілді сол іс. Енді Байтұрсынның айтатын ана тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйгенше жарау дейді ғой, сол біздің міндетіміз осы тілдің көп қырлы функциясын қазіргі қоғамның қажетінен жарату, тілден танымға қарай қызмет ету деп айтсақ болады. Өзімді мен барған жерде айтамын, тіл білу бар да, сөз ұғу бар. Филологтардың міндеті, ол филологтар тіл білетін адам емес, ол жай ғана, ол сөз ұғатын, сөз ұқтыратын адам деп айтамын. Қазір медиа заманы ғой. Медиаға жарқ етіп шығып кетуімнің астарында, ар жағында сол филологтардың самарқау жатқан, немесе кішкене салғырт қараған кейбір тұстарын мен көтерген болуым керек. Айтқан болуым керек. Жастармен етене байланысты болғандықтан шығар. Қазіргі заманның адамның ең үлкен кемшін тұсы бұл біз жалықпаймыз. Бізді жалықтырмайды. Контент жалықтырмайды, TikTok жалықтырмайды, Instagram жалықтырмайды, Threads жалықтырмайды. Сәл жалға қалсақ, 10 секунд бағдаршамда кезек күтіп тұрып қалсаңыз да, сіз не істейсіз? Телефон ақтарып үлгересіз, телефон ашып үлгересіз деген секілді. Қысқасы, әр ғылымда сонда Харвард университетінің профессорының сөзі бар. Қазіргі 21-ші ғасыр адамына ең ауадай қажетті мәселе машық десе де болады, бұл жалығу машығы деп айтады. Неге? Өйткені бүкіл жаңалықтар, бүкіл тың соны идеялар сол жалыққан кезде басталады. Абайдың торығу, жалығу дейтінге қатысты қара сөзі бар. Адам баласының бір жалығу деген мінезі бар дейді, бірақ ол торығу емес. Ақылды адам ғана жалығады деп айтады. Мына дүниенің күйкі тірлігінен, ойыннан, күлкіден, ішпек, жемек, қумақ, сүймек, қашпақ, мал таппақ бәрінен жалығады дейді. Мына дүниенің сондай бейопа, уақытша, тойымсыз, тұрақсыз жаңағы екенін сол жалыққан кезде ғана барып білесің дейді. Тура осы ойды бір қызға когнитив саланың профессорлары да айтады. Шекспир, Менделеев, Моцарт секілді данышпан қылған ол жалығу деп айтады. Дәл осы филологияда менің ішім пысқан, жалыққан жерлерім бар. Мен кейбір сабақтарға, кейбір тақырыптарға, мақалаларға қарап отырып жалығамын. Сол баяғы нәрсе неге әлі айтып жүрміз. Мысалы, Салсәлер поэзиясындағы махаббат тақырыбы дегенді осыдан 60 жыл бұрын, 50 жыл бұрын, 40 жыл бұрын қорғап кетті ғой. Оны неге қайта-қайта айта береміз, ол жастарға қандай пайдасы бар. Немесе Пәленнің поэзиясы, Пәленнің Түгеннің прозасы деп айтып, сол бар нәрсені қайта-қайта сапыру, ол мына қолданбалы білім заманында тұсында, жастар заманында ол көп пайда жоқ та. Ғылымда, біздің филологияда сол жалықтырып тұрған, сорын қайнап тұрған нәрсе сол ескі советтік тақырыптарды жаңартпай сол баяғы күйде қорғай береді. Менің ішім пысып, кейде зерігіп, жалығып деп айтайықшы, жалығып, осындай пост жаза бастадым, канал аштым, подкасттардың біраз қонағы болдым деген секілді. Сондай
ой түзер, сөз түзер, ән түзер деп мен үш өзіме тек қана не ашқам, айдар ашқам. Сөйтіп сол үш бағыт бойынша нетіп отырамын, бағана барған жерімді айтып отырамын. Сосын мен жастармен жұмыс істеймін да, олардың тіліндегі бағанағы краш деген сөзімді қойшы деп тиісіп отырамын мен барған жерде, қалжыңдаймын деген секілді. Сөйтіп ол таралады да. Мысалға жастар қазір соска екен, краш екен, крашиха екен дейді да. Ар жағында жатқан оның мағынасын, оның ар жағында жатқан әдеп, таным ескере бермейді. Жастар тілінде мысалы душнила, постоянно, потому что, крашиха дегендердің баламасын айтып ауыздарына, тілдеріне сөз салып беру керек та. Мысалға соска екен деп жатады. Ол да бір тұрпайы, дөрекі бір сөз ғой негізінде былай. Сосын ана ема деген сөзді көп айтады жастар. Үлкен кішінің арасында көп айта береді. Соска екен дегенді қазақшаласақ керім екен десек жақсы болады да. Мынау бір керім екен. Керім ол батыстың қолданысында бар, қазақтың да қолданысында бар. Әйгерім деп мысалы Абай мен Ерболдың қойған аты ғой Шүкіманға. Мысалға әй керім екен деп жүріс-тұрысына байланысты. Немесе постоянно жылап жүреді, постоянно кейіп отырады, постоянно сөйтіп жүреді дегенді қашан көрсең деп айтсақ. Қашан көрсең жылап жүреді, қашан көрсең кейіп отырады деген секілді. Үнемі. Иә, душниланы қазымыр адам, қытымыр адам деп айтсақ та болады. Сондықтан енді бір жағынан жас келсе іске дейді, жас адамның айтқаны ерекше ғой. Сосын менің ұстанымым Абайдың ана Әбдірахман деген баласына байланысты айтқан сөз бар. Жасқа жас, ойға кәрі еді деп айтады. Жасқа жас, ойға кәрі болу керек. Сонда ол нағыз феномен деген сол. Біздер расымен де осы соңғы уақытта кей сөздерді бір орынсыз қолданатын сияқтымыз. Сондай сөздер, мысалдар бар ма? Қай сөздерді біздер қазір орынсыз қолданып жүрміз? Негізі қазақ мақтамен бауыздайды ғой. Ол деген сөз айыбын бетіне баспай, астарлап жеткізеді. Өзі жаңағы ішің білсін, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуа дейді ғой халық әнінде, сол нәрсе. Бұрынғы баяғының ілгерінің қазағы мақтамен бауыздаушы еді, қазіргінің қазағы мақтаумен бауыздайды дейді да. Шын мәнісінде адамның бетіне мақтау, оны желкесін үзумен тең нәрсе ғой. Немесе бетіне сынау дөрекі түрде. Иә, бетіне сынағанда да, ана өткенде бір Фейсбукта бір жазып алып қалдым да. Жарасқан Әбдіраш мен ең жақсы көретін, сүйіп оқитын ақындарымның бірі. Сон Жарасқан Әбдіраш, қателеспесем, Қазақ әдебиеті газетінде ғой деймін. Әлде Жұлдыз бекен, Жалын бекен ұмытып қалдым. Бір жерде сын бөлімінің басшысы болып отырды дейді, пәлен жыл. Сонда енді жастар бағанағы неге редакцияға өлеңдерімізді жібереміз дейді. Әйтеуір жақсысы бар, жаманы бар. Сонда Жарасқан ағамның айтқан сыны маған қатты әсер етті дейді. Ол кісі сын дегенде пәлендесін айтқан жоқ дейді. Өлеңді жіберіп күттім дейді, не айтар екен деп. Қарындасым, бұдан да жақсы өлеңдеріңіз болса жіберіңіз деп жазды дейді. Бұдан жақсырағын жібер демеген, бұдан да жақсы өлеңдеріңіз болса жіберіңіз деп. Бұл көрдіңіз бе, сын айтудың өте бір мәдениетті түр деп айтсақ болады. Біріншіден жоққа шығарып тұрған жоқ кісінің еңбегін, меселін қайтармады. Екіншіден ол өлеңді де жақсы деп санаймын, бірақ бұдан да жақсырақ болса тағы да салыңызшы, ары қарай қаламыңыз жаңағы мұқалмасын жаза беріңізші деген бір ар жағына интенция жатады. Жақсартыңыз деген интенция жатады. Көрдіңіз бе? Жақсарт дегенде кішкене адамның енді нәпсісіне, көңіліне тиетін сөз. Сол сөзді енді тұспалдап айтып тұр ғой. Тұспалдап, әдемілеп жеткізген. Енді бізде қазіргі тілімізде көп қой ондай сөздер. Мысалы қарапайым біздің Гүлнар апайымыз, Салықбай редактор, сол кісінің 20 несі бар түзген, сөзімізде түсейік деген айдары бар. Сонда 4-5 дәптер қателер тізіппін дейді да, қателер тізімін. Сонда орын алды деген сөзді айтады, нәзік жандылар деген сөзді айтады, жіберіп алмаңыз деген сөзді айтады. Мысалға 2-ның 1 жіберіп алмаңыз деп сөйлейді ғой қазір. Ал қазақ тілінде қапы қалмаңыз, құр қалмаңыз, қақас қалмаңыз деп келеді. Мысалға Мұхтар Мағауинді қақас қалмаңыз деп береді деген секілді. Ғабит Мүсіреповтің дәптері бар, қателер түзген. Сол секілді менің де дәптерім бар, мен бүгін алып келдім сіздерге. Ғабит Мүсіреповтің ана тіліміз анамыздай ардақтайық, Авгийдің ат қорасынан бастайық деген бірнеше баяндамалар бар. Сол жерде біраз жазушыны шығып бірді сынайды. Әбдіжәміл Нұрпейісовтен тартып, Зейнолла Қабдолов, қателеспесем Тұрсын Жұртбай, Мұхтар Шаханов, Оңғарсынова, Кекілбайұлы, Смағұл Елубай, Асқар Сүлейменов бәрін айтады да, ішіндегі дұрысын бұрысын айтады. Оралхан Бөкейді айтады сол жерде. Жездеміз беріп жіберген қаздың етіне күріш пісіріп жедік дейтін, кеспе салып жедік деген сөйлемін сынайды да. Оралхан ау, етті жездең беріп жіберсе де ол қаздың етіне піскен кеспе болады.
деп түзейтін жері бар. Сосын анау кімді Тұрсын Жұртбайдың біраз қате мысалдарын сынайды. Сосын содан соң деген сөзді ол кісі соң деп айтуға қарсы. Әбдіжәміл Нұрпейісовті, Асқар Сүлейменовті көз сүрінеді дейді соңнан. Содан соң деп неге айтпасқа дейді. Сосын Мұхтар Мағауиннің бір іріңді су деген өзінің жаңа тіркесін нетеді. Бұл жақсы бір тіркес екен деп мақтайды. Енді айтайын дегенім, біз мына орынды, орынсыз дегеннен шығып отыр ғой. Әр жазушының, көзқарақты оқырманның, журналистердің дәптері бар. Сол дәптерлерге іздеу керек. Рахметке де қатысты. Рахмет деп жазатын тіл танушы мамандар бар. Кейбір фонетистер айтады, қадан кейін қазақ тілінде ол естілуі заңды дейді. Оны ымен жазайық дейді. Ал 88 жылғы сөзде қателеспесем х-мен берген. Дастарханды біз қазір қ-мен жазамыз. Бұрын дастархан деп айтатынбыз, қазір дастархан болып кетті деген секілді. Сол секілді мысалдар өте көп. Мысалға сөз бұйдалап отыр дейді. Оны кейбір жазушылар түзейді. Сөз бұйда емес, ол соз бұйда болу керек деп түзейтін жер бар. Сондықтан енді бұған мен жүздеген мысалдар бар келтіруге болатын. Бағанағы енді жіберіп алу деген ұлы сөзді ұяттау жоқ, бұтына жіберіп қойды деп айтамыз ғой мысалға. Сол кезде ғана айтатын сөз деп түзейтіндер бар. Орын алды дегенде болды деп айта салыңдар. Апат орын алды, ажырасу орын алды, кешегі орын алды демей ақ қойыңдар дейді. Немесе ажырасулар көбейіп кетті деп айтады. Негізі ажырасу көбейіп кетті. Абстракт ұғымдарды біз жалпы көп демейміз, көптік жалға қоспаймыз. Ақпараттар деп айтады, әдебиеттер деп айтады. Анау араб тіліндегі ат, ит, ут деген форма жалпылықты білдіреді. Ол деген сөз, онсыз да ол сөздің өне бойында көптік бар. Әдебиеттер деп айтпаймыз, әдебиет деп айтамыз. Ақпараттар демейміз, ақпарат дейміз деген секілді. Қысқасы, Рабиға Сыздықтың «Тілдік норма және оның қалыптануы» деген кітабын оқыса, жекелеген жазушылардың, Ғабит Мүсірепов секілді, Сәкен Жүнісов секілді, мысалға Бексұлан Нұржекеұлының мақалаларын оқыса, аудармаларға қатысты көзқарасын оқыса, онда біраз сөз түзелер еді. Мысалға Әбдіжәміл Нұрпейісовтың мынандай бір аудармасы бар. Бір тілім нан деген. Бір тілім нан деп береді. Соны Зейнулла Қабдолов академик Әбдіжәміл Нұрпейісовті мақтай кеп айтады. Нанда тілім болмайды, үзім болады деп түзейді. Ол да орынсыз қолданыс дейді. Енді былай қарасаңыз, айырмашылық жоқ сияқты ғой. Тілім деген қаумен қарбызда болады деп айтады. Сол секілді. Енді бұндай мысалы мен жүздеген мысал бар. Жүздеп келтіре алам. Қазір сөз ұқпайтын, сөздің төркінін түсінбейтін ұрпақ өсіп келе жатыр деген қауіпіңіз жоқ па? Қауіп негізі бар ғой. Сөз ұғатын адам мен тіл білетін адамның айырмашылығын Оларбек Нұрғалымұлы ағамыз «Даяғаш» деген кітабында әдемілеп жазады. Даяғаш кітабында айтады, атау қалғанда мән жоқ дейді. Мысалға, намыс деген сөзді сондай жөнсіз, ретсіз жерде айта беруде, сол сөз қадірін білмеуден шығады деп айтады. Мысалға, бір боксшы енді спорт жарыстарына намыс, елдің намысын қолдан берме, намысты ту етті, намысын қайрады, намысын қорғады деп жатады ғой. Негіз намыстанатын нәрселер бар. Мысалға, адамның ұлтына, тіліне, дініне тиісіп жатса намыстанады адам баласы. Сол секілді жарыс болғаннан кейін енді бірі жеңеді, бірі ұтылады. Ол үнемі абай айтпақшы, балуан бірде жығылса, келесі ауылдың балуаны тағы бір оны алып ұрады деген секілді. Қысқасы, сонда ол жеңіліп қалғандай намысты қолдан беріп қойды деген сөз ба деп сынайды. Елдің намысын қолдан беру деген сөз ол тіпті масқара нәрсе ғой деп келтіреді. Тура сол секілді ұят деген сөздің өзі ұялып жүр дейді. Қазір біз негізі ұят нәрселерді ұят емес деп айтатын болдық. Тура бағанағы айтып отқан боқтау, боғау сөздерді, шұбар неше түрлі бұлдан ботқа сөзді осындай камера отырған жерде, үлкен отырған жерде ретсіз айта салуды, біреудің қылығын, пәленбай-жылғы былығын подкасттарға таратуды. Енді ешкімге цензура қоймаймыз, бірақ оны тектеп отыру керек. Үлкендер айтып отыру керек. Балам, бауырым, інім, қарындасым, сіңілім, мынауың дұрыс емес, мына жерде артық мына нәрсеңді айтпа. Қол сынса жең ішінде жас балалар өсіп келе жатыр. Айтуға болғанмен естуге болмайтын сөздер бар. Кісінің көңіліне кірбің ала кіретін ол сөз. Сондықтан сөздің орны болады. Мақтаған кезде де, даттаған кезде де, өсек айтқанда да біз мал құлағы саңырау дейді ғой, қазақта мәтел бар сондай.
мал құлаусаңар деп қашан айтады, ешкім естімесін, таратпасын, мынау жаман сөз деген мәселе да. Немесе жаңағы құлағың алтын сырға дегенде, сол құлағың алтыннан сырға тағайын, таратпау жерде қалсын, естімегендей бұл деген мәселе ғой. Негізі оны біз қазір керісінше қолданып жүрміз демекші. Немесе сол Ұларбек ағамыз кітабында «Қыздың жол жіңішке» деген сөзді талдайды. Біз «Қыздың жол жіңішке» деп төрт еркек тойға тілек айтуға шықса, «Қыздың жол жіңішке» деп соның арасында тұрған бір қызға микрофон бергенді айтып жүрміз дейді. Негізінде ол ана қыз бала ұялып ыңғайсыз болып қалмасын, қыз балаға былай қалай айтсақ екен, ұялатындай, қысылып қымтырылатындай жағдайға түсірмеу үшін ер адамның қорғап алдына шығып кететін жерлерінде, қыз балаға жағдай жасап жіберетін жерлерінде қорғайтын, негізі қорғаныш мақсатында, демеу білдіру мақсатында айтылған сөз негізі. Оны бірақ қазір қыздарды итеріп қыздың артына тығылдық, «Қыздың жол жіңішке» деген мақсатта айтып кеттік дейді. Немесе пайғамбар жас деген сөз талдайды. Пайғамбар жасына келіп қапсыз деп тілек айтады дейді. Пайғамбар жас деген сөз, пайғамбар қайтыс болған 63 жас қой. Бірақ сонда пайғамбар жасына келіпсіз деп тілек айту, енді жаңағы арғы жаққа дайындалмайсыз ба, жаңағы қайтар кезіңіз болған екен деген астар жатады дейді. Ал негізі пайғамбар жас 40 жас деп түсіндіреді. 40 жас деген енді қазақта 40 деген қасиетті киелі ұғым болып есептеледі ғой. Жалпы 40-нан шықты, 40-тың бірі Қыдыр дейді, 40-ын берді дейді мысалға. Сол секілді орынсыз қолданып жүрген осындай сөздер бар. Жақында Фейсбукте бір пікір оқыдым. Тимур Бектұр деген азамат қазіргі қазақ тілінің әлеуметтік желідегі формасына сын айтады. Яғни біздің жастарымыз өзім білем, саған бәрібір емес пе деген секілді дөрекі қазір бір көкбет тенденциясы қалыптасып келе жатыр дейді. Яғни біздің ауызекі формада қолданылатын сөздердің біздің жазу стилімізге, қазақ тілінің жазу стиліне еніп бара жатқанын айтады. Осыған не дейсіз? Мен қосыламын ол сөзге. Тек қосылып қана қоймай, оны нақты дәлелдеу керек. Жастардың аузында жүрген, санасына сіңіп бара жатқан мысалдарды суырып алып шығып айтып отыру керек та. Мысалы өткенде мынандай қымыз шығыпты, оны третісі салды. Грин флагтар ішетін қымыз, ред флагтар ішетін қымыз, милфалар ішетін қымыз деген қымыздың түрі бар. Ол осы третісте бар, қарасаңыз, менде скринінде бар. Енді ол ұят сөз ғой, мысалы, ыңғайсыз, анайы, дөрекі, дарақы, енді ожар деп айтамыз ғой, бір ожарлық қой, бұл жабайылық қой мысалға. Қысқасы, бәрін айтып отыру керек. Мына нәрсе дөрекілік болады, айналайын. Үйіңдегі тапқан табысыңды елге айтпа. Бірақ қазіргі продюсерлер не дейді? Қазір сіз мысалға психолог болсаңыз, сізге продюсер жалдайтын болсаңыз, айтады: SMM-ді түзе, маркетингті түзе, сосын тапқан айлық табысыңды айт дейді. Бұл лайфстайл контенттің бір бөлшегі ретінде көрсетеді. Күн-күнге бөліп қойған. Осы күні машинеңнің моделін көрсетесің, ішін көрсетесің. Одан кейін күні күйеуіңмен ренжісіп қалған сәттерді айтасың. Одан кейін не істейсің, таңертең кешке не ішесің, соны айтасың. Одан кейін бала шағыңды, сосын киіміңді көрсетесің, сосын айлық табысыңды айтасың дейді. Сол кезде елең етіп дүрлігеді дегенді айтады. Мысалы өткенде бір жаңағы сондай психологмен айына 18 миллион табам деп айтты да. Енді ел дүрлігеді ғой, одан кейін ол қандай психолог, ол бір сонда сөзі қандай, өзі қандай деп зерттей бастайды. Ол да бір бағанағы ненің рейджбейт, кликбейт дейміз ғой, соның бір түрі қазір. Ал негізі қазақтың санасында тапқан табысты, ішкен жегенді айтып отыр, бұл тұрпайы танымға томпақ келеді. Өйткені оған да зар болып отырған бағанағы жағдайы нашарлау ағайын бар, онда ескеру керек дейді. Мысалға өткен жолда мен бір подкастта айттым, баласы жоқ адамның алдында өз баласы туралы айтпайды. Жетім баланың алдында өз баласының басын сипамайды. Ол да кісінің қақы болады. Жетім бала тұрған жерде өз баланың басын сипау, жетім қақысына кіру. Күйеуі жоқ адамның алдында күйеуім деп айтып отыру да бұл әдепсіздікке саналады. Жаңағы ағаларың, үйдегі кісі, біздің үйдің адамы дейді, немесе ана қайының деп сөйлейді. Мысалы, інісі жоқ, баласы жоқ адам болса, оған тейли сөйлейді да. Ол да сол сөз әдебіне жатады. Бұған қатысты Нұргелді Уәли ағайдың қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері деген үлкен еңбегі бар. Рабиға апайымыздың еңбегі бар деген секілді. Сол жерде айтылады. Қысқасы, қазір жастар липсингтің, тренд пен брендтің тілі, мем тіліне жақын. Ойын тілі деген бар қазір. Мысалға өткенде біреу жазыпты, бір TikTok мынандай видеоның астында пәлен деген кісі, түген кісі деген кісіні могат етеді дейді.
мен зерттедім, могать етуде не десем, могать деген орыстың сөзі ғой, ол ойын термин екен. Анау ананы алып ұрады, жеңіп кетеді деген сөз да. Енді қазақша соны айтсақ, бәс артық дейміз, мысалға жеңіп кетеді дейміз, алып ұрады дейміз, ұрып жығады дейміз, немесе мықтырақ дейміз деген секілді ғой. Енді оннан аса ондаған балама табуға болады ол дегендей. Әлеуметтік тұрмыстағы сөздер деген осы. Сосын мысалға мен КФТУ-да студенттеріме осындай жастар тілінде жүрген, тіпті болмаса енді болмағанда қазақтың төл сөзі бола жаздап жүрген, төл сөзіне тели жаздап жүрген мысалдар тергізем. Мысалы, go деген сөз, хавчик, хавадедегі хавчикке, чекай, свайп, тап ететті, до конца, шоктасың. Сосын өткенде мен трецке жаздым әдейі. Шарит деген сөз жаздым, шарит деген сөзді. Сөйтсем, сенесіз бе, 100-ге тарта мысал шықты ғой. Жазба тілде. Ол ауызекі тілде болса бір жөн. Енді сол шәрт етті дегенді, кім шәрт етеді, мысалы, дорама шәрт ететіндеріңіз бар ма? Футбол шәрт ететін қыздармен сөйлескен бір кайфты бір жазыпты да, мысалға, дегендей. Оны енді баламалар бар ғой, оны іздету керек, табу керек, айта жүру керек. Оны айтпасаңыз, ол білмейді, ол жаңағы солай бар екен, солай норма екен ғой деп жүру керек. Сленгтер дейміз ғой бұны. Сленгілер деп айтамыз. Яғни осы сленгілердің қазіргі бізге келуі, жастарымыздың күнделікті тіліне енуі, біздердің өзіміздің қазақтың әдемі көптеген сөздерінің қолданыс аясын тарылтып жатыр. Иә, актив сөздердің күні сол пассив, бөтен бастақ сөзге қарап тұр ғой, қысқасы. Біздің қаншама әдемі сөздеріміз ертең қолданыстан шығып қалуы мүмкін. Иә, мысалға қарапайым, ең оңайы шәрт ететін дегенді білетін, ұғатын қайсың деп айту. Шәрт ететін қайсың, кім шәрт етеді дегенде ебін табатын, тілін білетін, жөнін ұғатын, өресі жететін, мән-жайын бажайлайтын, парықтайтын, парқына баратын, ретін келтіретін, байыбына баратын, аңдайтын, байыбына бойлайтын, білетін деп айтсақ. Немесе подходын табу дегенді қазір бәрін подходын тап дейді. Сыныптың подходын таба алмадым дейді. Соны қалай қазақшылаймыз? Тіл тап қарапайым, ебін тап, кілтін тап. Шәкәрдің айтатын бар, жоба тап, жол көрсет деп, сол жобасын табатын, немесе ыңғайын табатын, жөнін табатын, ретін табатын десек болады ғой. Бағанағы сіз тілге тиек етіп отырған пікірдің ар жағында сол кітап оқымау деген нәрсе жатады. Кітап оқымайтын адамға бұл сөздер таңсық бір қиын көреді. Мына жас ұрпақты, енді Z ұрпақ дейміз, анау мынау дейміз, қуыс кеуде жаңағы дәуірі деп айтамыз. Когнитив ғылымда бұларды сол working memory мен long term memory'ді шатыстырып алған ұрпақ деп айтады. Мазасыз ұрпақ деген жақында Степен Уорлдтан кітап шықты, Хайттың кітабы. Ол жерде сол ұрпақтың мазасыз болуы, зейін зердесінің шашыраңқы болуы осы әлеуметтік желіге, смартфонға телміру деп көрсетеді. Өйткені кітап оқымайтын, қысқа да нұсқа жалт-жұлт еткен контентке телмірген адам терең ойламайды дейді. Мына қиын, күрделі негізі мен студенттеріме айтамын. Сендердің сорыңды қайнатып ертең түбіңе жететін нәрсе ол оңай тапсырған пән, оңай оқылған кітап, оңай жабылған курс, оңай өткен сабақ, мұғалім деп айтамын да. Негізі жаңа ақпарат, жаңа білім ол қиын келу керек. Миға, санаға салмақ күш түсіру керек. Миға шабуыл деп айтамыз, ол бір тактика. Ол егер оңай деген сөз, сіз дамымадыңыз, өспедіңіз, баяғы жарта, сол жарта өте шықтыңыз деген сөзді. Сол Норман Хайттың айтатын сөзі мынау, Дания мемлекеттері, Сингапур дейміз, оларда 16 жасқа дейін әлеуметтік желіге, TikTokқа кіруге, Instagramға, YouTubeға кіруге тыйым салынған заң бойынша, конституциясында. Күні кеше Түркия салды, мысалға. Неге десеңіз, тақыл-тұқыл контент. Сөзі де тақыл-тұқыл, ойы да тақыл-тұқыл. Жаңа Абайдың айтатын көңілсіз құлақ, ой құлақ дейтін сол. Көңілсіз құлақ деген сол. Біз қазір бір нәрсеге зейін қойды, мына шашырап 15 секундтан кейін бетін жаға саламыз да, мысалға. Ол ойға олақ, ойлану ары қарай қиын. Заман ақыр жастары қосылмаса ешбір бастары, қойына тыққан тастары, жаңағы кекедек секеге етем деп шошқа туар сөздер дейді ғой. Дәл сол бағанағы Тимур ағамыздың айтып отырған шошқа туар сөздер деген осы. Сол нәрсе. Жақында кітап күнін атап өттік. Сол кезде біздер сауалнама жүргіздік. Жастардың, халықтың арасында. Расымен де жастар қазір кітап оқымайды, оны оқымайтынын ашық айтады, одан еш қымсынбайды. Уақытым жоқ дейді, жұмыс көп дейді. Осы кітап оқу үшін тұрмыстың түзу болуы міндетті ме, әлде бұл жай сыныпқа сылтау ма?
Ең сыныпқа сылтау деп айта алмаймын. Адамның шын мәнісінде ана Мұхтар Мағауиннің «Мен» деген кітабында Эрнест Хемингуэйдің сөзін сынайды. Хемингуэй айтады, нағыз жазушы жетімдікті көргенде жазушы болады. Нағыз шебер жазушылар жетім жазушылар дейді. Бұл сол таптық заманның қасаң қағидасы. Нағыз мықты жазушы болу үшін керісінше төрт құбылаң тең болу керек. Жағдайың жақсы болу керек. Жаңағы Мұхтар Мағауин жазу несін әдебін машығын айтады ғой, бап керек деп. Шабытқа сенбеймін дейді ол кісі. Мен бапқа сенемін деп айтады. Бап деген сол бағанағы жағдай деген сөз. Кей адамдар айтады, өзінде төрт дүниесі түгел адам, ол біреудің мұңын, біреудің қиындығын түсінуі, оны жаза алуы мүмкін емес деп айтып жатады. Мен оған ол енді белгілі бір деңгейде рас нәрсе. Жазушылыққа байқампаздық керек. Негізі. Байқампаздық, Познер бар ғой, атақты журналист, сіздердің әріптестеріңіз, соның сөзі бар. Достоевскийдің Ағайынды Карамазовтарын оқып түсіндім дейді. Бұндай сұрқия, бұндай сұмырай образды алып шығу үшін Достоевскийдің өзі сөзсіз сұмырай, сөзсіз сұрқия деп ойладым дейді. Әйтпесе адам баласының анандай сұрқиялыққа, анандай жат, анандай бағанағы сұм мінезін суреттеу үшін ол сондай болу ғана керек деп ойладым, сондай тоқтамға келдім деп айтатын жер бар да. Сол нәрсе. Бірақ менің ойымша адамға шын мәнісінде бап керек. Күйкітірлік адамды өсірмейді ғой, ол санасын торлап алады. Мысалға, кредиті бар адам, несиесі бар адам, ол мақала жазбақ түгілі дайын жазып қойған мақаланы оқи алмайды, мысалға. Сондықтан ғалымдардың жағдайын жасау керек. Жалпы адамдар, менің өз ағайым айтатын, адамдар үшке бөлінеді деп. Біріншісі ықыласты шәкірттер, екіншісі зейінді зерттеушілер, ғалымдар, ұстаздар, үшіншісі алдыңғы екеуін қолдайтын жомарт байлар деп. Қазақтың газеті, мысалға Мұхтар Әуезов 1918 жылы Қаржан Үкібаевқа қателеспесем хат жазады. Абай журналын шығарайын деп жатырмыз деп. Қазақ газетінің шоуының ар жағында бәрінде байлардың көрінбейтін еңбегі жатыр. Байлардың бабы жатыр деп айтайықшы. Абайды абай еткен, мысалы білесіз, өте жақсы өмір сүрген Абайдың Туралы Абай ұлының естелігінде Абайдың төрт құбыласы тең, ішкен алдында ішпеген артында, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ өмір сүргенін айтады. Қысқасы мына күйкітірлік адамның ойын бөлмеу керек қой. Сол кезде кітап оқылады. Енді кітапқа байланысты ол деген сөз бағана жағдайың жасаба деген сөз емес, әрине оқи жүру керек. Ықылас ынта болса, адамға өзі ашылады, жол ашылады, жол көрсетіледі. Абай мысалы бес асылыстың басын бекер талапқа қоймайды. Талап деген ізденіс қой. Мына сопылық поэзияда айтады, тапқанның бәрі іздемейді дейді. Іздемеген дейді. Бірақ іздегеннің бәрі табады деп айтады. Сол нәрсе, жастар іздеу керек. Бәрі іздегеннен кейін шығады. Іздегеннің алдынан іздемей-ақ табылады. Тілемей-ақ табылар дейді. Жаңағы оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Сол нәрсе. Бұл жағдай жасап алғаннан кейін оқимыз ғой деген нәрсе болмау керек. Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсақ, қате жазылған пікірлерден көз сүрінеді. Шимай шатпақ қате көп. Сауатты жазу ұлт сапасының бір көрінісі емес пе? Иә, негізі жазу оқудың тиянағы. Оқудың тиянағы жазу деймін де, жазудың тиянағы емле деп айтамын мен өзім. Емле білмеген адам енді кітап оқымаған адам ғой, кітап оқымайтын адам. Бірақ емленің де емлесі бар. Мысалға қазақ тіліндегі удың емлесі, идің емлесі деген емлелерге таласты ғалымдарында пікірі бар. Әлімхан Жүнісбеков, фонетист, атақты үлкен ғалым, қазақ тілінде и деген дауысты, у деген дауысты жоқ екенін дәлелдеп кетті. Қазір әр әріптің, әр дыбыстың емлесін мектеп оқулықтарында бере бермейді ғой. Мектеп оқулықтарында қазақ грамматикасының аясы тарылған. Сол нәрсе. Оны неге айтып отырмын? Именуды, байиды, келмейді, күйеу деген сөздер жаза алмайды ғой қазір. Содан шығып отыр. Ал негізі бұл мектепте шешіліп, тарқатылып, бітіп қою керек мәселе болған. Бұған қатысты мен бірнеше подкасттарда айттым, осыны түсіндіріп кеттім. Сол жерде бар. Қысқасы, жазу шын мәнісінде ұлттың өрісін көрсетеді. Жазу мықты ұлт, ол шын мәнісінде мықты ұлт. Бұл Ахмет Байтұрсыннан бастап дәлелденген нәрсе. Арын осы қазақ тіліндегі көне және жаңа сөздер туралы бір айтып өтсеңіз. Жақсы. Негізі
мынандай нәрсе, мен өзім дәріс беретін балаларға кейбір қазақтың күнделікті көнермеген, ескірмеген сөздері көне болып есептеледі, көне болып естіледі деп айтайықшы. Өткен жолы бажайлау деген сөзді мен түсіндіре алмадым, мысалы естімеген, мүлдем білмейді. Тарақы деген сөзді білмейді, ожар деген сөзді білмейді, сөлекет деген сөзді білмейді дегендей ғой, қарапайым. Мысалға тақыс деген сөздің мағынасын білмейді, тасыр деген сөзді білмейді. Ал негізі ол Абайда бар, Абайдың тілінде бар деген сөзді бердің ғой. Яғни балалар мектепте кітап оқымаған деген сөз. Иә, жалпы ол сөздік құрам жұтаңдаған. Ал ғылымда дәлелденген, бұған қатысты Кэтрин Сноу деген не бар, Баймейлер, Кэтрин Сноу деген зерттеушілер бар. Баланың сөздік қорының, оның когнитив санасына әсерін өзін танытуға, дос табуына қалай әсер етеді дегенді айтады. Санасы, сөздік қоры саяз адамның санасы таяз болып келеді деп айтады. Және Мэтью эффекті, Мэтью дейді орысша, Matthew effects in reading деп айтады. Matthew эффект дегеніміз, бұл сөздік қоры тар, жұтаң бала ертең таяғын жейді, ертең таяқ жейді дейді. Алдынан үлкен таяқ болып шығады. Қашан мына мазмұндама, шығарма, эссе, кітап оқыған кезде түсіндіріп айтып бере алмаудан қиналады деп айтады. Яғни бала бастауыш сыныпта сөздік қоры қанша жұтаң болса, 75% ертең өзіне кері әсер етеді дейді. Деген секілді. Қысқасы, біздің негізі көнермеген әдепкі тілде бар нұсқаларымыз қазір көнерген болып есептеліп кеткен. Мына кітапты мен Букинистен тауып алдым. Балғабек Қыдырбекұлы, түгел сөздің түбі бір. Ағайымыз мына жерде біраз сөз талдайды. Мысалға, Батырлар жырында дейді, жиылды жұрт жамаға дейді. Осы жердегі жамаға деген сөз, бұл жамағат деген сөзге бір сұранып тұрған сөз секілді ғой. Негізі бұл жамаға деген сөз дейді. Жамаға деген сөз бағанағы қауырт жұрт асығып, жапырлап жиналды дейді. Немесе мына жерде қазір айтам, шора мен шорының айырмашылығы. Бұлар енді ескірген, көнерген сөздер. Шор деген заң шығарушы орган, бай шонжар, ал шоры деген ол құл, күң, малай деген мағынаны білдіреді. Немесе шапақ пен сапақ, тебіз бен тебір, мысалға тентегі мен тебізі, ұрысы мен қарсы деп келді Мұхтар Әуезовте. Осы жердегі тебіз деген бұл сондай тентек деген мағынаны білдіреді. Тебір дегенде сондай бір мінезсіз, нашар адамды айтады. Мінезге қатысты тентек, күншіл, тақыс, сұйқыл, тасыр, шегір деген секілді адамның мінезіне, болмысына байланысты қазақтың өзінің дәстүрлі үлгідегі сөздер қазір әбден сиреп, жұтаң тартып, көмескіленіп, шаң басып қалған деп айтсақ болады. Мысалға, зират пен зияраттың айырмашылығы осы кітапта талданады. Сосын аламан бәйге, ұлан бәйге, ұлы бәйгенің айырмашылығы деген сөздердің мағынасы. Мысалға, қазір жастар тіліндегі бар каблук, бабник дейді ғой, соның қазақша баламасын білесіз бе? Қызғұмар дейді. Әйел құмар. Әйел құмар дейді. Мына жерде былай қатын бұраш деп түсіндіреді. Ол сөзде бар, иә. Ат бұраш деген, ат құмар деген сөз, қатын бұраш, қатын құмар деген сөз. Сосын қатын басша деген сөзді айтады. Қатын басшы деп берген дейді, мына жерде жаңағы бабникті. Негізі бабник емес, қатын басша емес, біріншіден қатын басша дейді. Өйткені тасша, қараша деген сөздердің формасына ұқсас, сол формада жасалған болу керек. Ал қатын басша деген кім десеңіз, Байынқұл Қалиевтің де сөздігінде бар бұл сөз. Қазан аяққа, жаңағы ас пісіруге, ұсақ түйекке, қазанға тамақ салуға орынсыз кірісіп кететін адам дейді. Ретсіз. Әрине тұрмысқа жарау ол әрине жақсы, көмектесу керек, бірақ орынсыз араласуда қатын басша деп айтады дейді. Немесе қазақ түске келген кезде өте мән бергенде, бұл да біраз көмескі тартқан. Мысалға, бурыл деген түс бар ғой. Бурыл деген түсті біз төрттілікке тең теле бермейміз. Бурыл ешкі деп айтпаймыз мысалға. Бөртешкі деп айтамыз. Бурыл ат болады, сиырдың бурылын тарыл деп айтамыз дейді. Ал мысалға, жылқының, аттың қызылын қазақ қаракөк деп айтады дейді. Жирен дейді, қылаң дейді, қызыл дейді, ол әр түс, әр түрлі. Қысқасы түс атауларына қатысты Әбдуәли Қайдардың жеке еңбегі бар. Оны да оқу керек. Ол жерде біраз түс көнерген деп айтсақ болады. Аға деген сөздің мағынасы тарылған деп айтсақ болады. Мысалға, біз аға оқытушы, аға
медбике, аға, сержант деп жатамыз ғой, әйел адамдарға да айтамыз. Ал негізі Исатай мен Махамбетті жаңағы аға деген сөзді қолданады Махамбет. Неге десеңіз, ол бұрынғы заманның дәрежесі жоғары адамы деген сөз. Яғни аға ол брат деген мағынадан бөлек, негізгі көне мағынасы бұл дәрежелі, мықты, күшті, биік деген ұғымда, тәжірибелі, үлкен деген ұғымда берген деген секілді. Кеше бір студент жазыпты маған, краш дегенді қазақшаласақ жұпар кіндік десек бола ма деп. Болады. Жұпар кіндік деген мына жерде мына Балғабек Қыдырбекұлы, Байынқұл Қалиев, Тоқан Бодаухан, Қайыржан ағайлардың ұсынған сөздігінде жұпар кіндікті әртүрлі айтады. Жұпар кіндік деген біріншіден безінен хош иіс шығатын бұғы тектес кішірек аң. Бұны не деп айтсақ болады екен? Сондай аңның бір түрі деп айтайықшы. Сосын екіншісі хош иісті шөп бота дейді, қоймалжың зат. Төртінші мағынасы су жыланның бір түрі. Ең жұпар кіндік біздің мына көдек ақында қыз келіншек үйір келетін жұлдыз жанып тұрған жігіттерді жұпар кіндік деп айтқан. Кезіндегі сонда салсерлер сол аңды етіне емес, сол без мына кіндік тұсынан бөлінетін без үшін хош иісті жұпар зат үшін аулаған кіндік, жұпар кіндікті сөйтіп орамалға орап қойнына салып жүрген. Олардан сондай хош иіс шыққан. Ол салсерлерге, жігіт-желеңге тән бір сондай, не деп айтамыз, жоралғы дейміз бе, сондай бір амал. Сонда құдыр деген аң ғой. Құдыр деген аңды көбіне сол безіне бұл аулаған. Бұл туралы Марко Поло да жазған екен. Көрдіңіз бе, сонда крашты жұпар кіндік деп те айтсақ болады. Егер бүгінгі жастарға қазақ тілін сүюдің, оны дұрыс сауатты қолданып жазудың бір ғана жолын ұсынатын болсақ, ол қандай болар еді? Абайдың ұстанымы бойынша жақсы мінез ұстаздан жұғады. Сондықтан мықты ұстаздың алдын көру керек деп есептеймін. Сол кезде құлшыныс артылады. Мына ғалымдардың бәрі сол ұстаздың, ғалымдардың алдынан шыққан ғой, негізі. Тілге деген құлшыныс сол адамнан жұғады. Сыныптан басқасының бәрі жұғады дейміз ғой. Көңілден су ішеді деп сол үшін айтамыз. Жан сөйлейтін жер бар, жақсы сөйлейтін жер бар. Сол жан сөйлейтін адамдар болса, ол жұғады. Сөйтіп, кейін адамда құлшыныс, құмарлық, ынтызарлық ауады. Тілге деген ынтызарлық сол ұстаздан дариды деп есептейміз басым. Яғни жастарымызға бір жөн сілтейтін, жол көрсететін адамдардың алдынан өту керек, тыңдау керек. Арын, бүгінгі сұхбатыңыз үшін рахмет, әдемі әңгіме болды. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.